Мәжіліс пен мәслихат депутаттарының сайлауына санаулы күн қалды. Ол елімізде жүргізілген саяси реформаларға сай жаңа форматта өтпек. Жаңаша болғандықтан науқанды өткізуге жауапты орталық сайлау комиссиясы түсіндіру жұмыстарына ерекше көңіл бөліп жатыр. Сондықтан еліміздің 20 өңірін толығымен аралап шықты. Көшпелі кеңестер, семинарлар өткізіп, сайлауға қатысты түрлі сауалдарға жауап берді. Орталық сайлау комиссиясының мүшелері барған алғашқы өңір Солтүстік Қазақстан облысы. Мұнда Константин Петров пен Сабила Мустафина аймақтың науқанға дайындығын тексерді. Сайлаудың ерекшеліктеріне тоқталды. Аймақта 819 сайлау комиссиясы жұмыс істейді, ал мәжіліс пен мәслихат депутаттығына тіркелген 556 үміткер бар. Бұл жолға сайлау компаниясы алғаш рет аралас өтеді. Яғни мәжіліске 69 депутат біз үйренген әдіс партиялық тізім бойынша өтеді. Ал 29 депутат өзін-өзі ұсыну арқылы тікелей сайланады. Осылайша мәжіліс депутаты болу үшін саяси партияның мүшелігіне өту шарт емес. Бұл қоғамның бұрыннан айтып жүрген талабы. Ал бұл Батыс Қазақстан облысы. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров бастаған топ аймақтағы сайлау учаскелеріне барып, саяси науқанға дайындық барысымен танысты. Комиссия мүшелерімен кездесіп, олардың сайлау туралы заңнаманы, дауыс беру тәртібін қаншалықты меңгергені тексерілді. Жалпы облыста 504 сайлау учаскесі ашылады. 442 мың адам дауыс беру құқығына ие. Ал мәжіліс пен мәслихат депутаттығына 532 кандидат тіркелген. 19 наурызда болатын осы сайлауымызда парламент мәжілісінің 8-ші шақырылым болатын депутаттарын сайлаймыз. Сонымен қатар республикамызда барлық 223 мәслихаттағы депутаттар бір күнде сайланбақшы. Үлкен жауапкершілік, үлкен қызмет атқару салмағы осы сіздермен бізге түседі. Жалпы орталық сайлау комиссиясы мүшелерінің өңірлерге сапары 3 бағыттан тұрады. Алғашқысы жергілікті атқарушы органдардың саяси додаға дайындығын пысықтап, тексеру болса, екіншісі сайлау күні учаскелерде жұмыс істейтін қызметкерлерді оқыту, дауыс беру тәртібімен таныстыру. Барлық комиссия мүшелерді біз оқытуымыз керек. Бір, екі, тек қана комиссия мүшелерін емес, саяси партияның өкілдерін. Оларға арнайы семинар өткіздік. Байқаушыларға семинар өткіздік. Одан кейін үкіметтік емес ұйымдардың өкілдеріне арнайы семинар өтті. Бұл жерде ең басты мақсатымыз сайлау күні, сол сайлау учаскесінде жұмыс істейтін мамандар өз міндеттерін, құқықтарын және атқаратын жұмысын жетік білу керек. Сонда ғана сайлау сол учаскеде жақсы деңгейде өтетін болады. Яғни орталық сайлау комиссиясы саяси доданың ашық, әділ тәртіпке сай өту үшін ел бойынша 67 мыңға жоқ адамды оқытты. Соның аясында 9 мыңдай семинар өткен. Құрметті сайлаушысыз сайлау учаскесінің тізімінде бар екенсіз. Бұл жерге бюллетенді алған жөнінде қол қойып жіберсеңіз. Аймаққа сапардың 3-ші бағыты іскерлік ойын. Биыл мұндай тренингтер алғаш рет өткізіліп отыр. Яғни мамандар сайлау күні қалай қызмет ету керек, түрлі келеңсіз жағдайларда қалай әрекет ету қажет, соның бәрін алдын ала пысықтайды. Учаске ашылғаннан жабылғанға дейінгі сәтті бастан аяқ іскерлік ойын форматында өткізіп шығады. Мәселен, міне учаскеге жанарынан айырылған Зағипжан келіп дауыс берді. Арбаға таңылған атаға да қажетті көмек көрсетілді. Заңды қатаң сақтауымыз керек. Тек заңға сүйене отыра жасайтын болсақ, ертең шындық, әділдік сіздерде болады, бізде болады, комиссияда болады. Заңды жетік танып білу керек, оқытуды әдеге жалғастыра беру керек. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровтің оқытуды жалғастыру керек деуі бекер емес. Сайлау туралы заңның өзгергенін білеміз, депутаттардың жаңа тәртіпте сайланатыны да айтылып жатыр. Сондықтан дауыс берудің тәртіпке сай өту үшін сайлауды өткізуге қатысы бар әрбір адам жаңа ережелерді жетік білуі керек. Мысалға, біздің комиссия мүшелерінің біразы тәжірибесі бар. Бірақ кейбіреулер осы жақын заманда ғана комиссия мүшелері болып жатыр. Сондықтан солар үшін пайдалы болады. Екіншіден, қайтадан айтым керек, бізде бір мандаттық жүйе бойынша, соңғы рет білесіздер, 2004-те
болатын сайлау. Сондықтан арасында қаншама жыл өтті. Заң өзгерді, қоғам өзгерді, ата заңымыз өзгерді. Сол барлық осыны ескере отырып, біз осыны тренингтерді барлық 20 өңірде өткізіп жатырмыз. Аймақтарда ғана емес, Астанада да жұмыс күнде қызу. Іс-сапар арасында орталық сайлау комиссиясының мүшелері отырыс өткізіп, күн тәртібіндегі түрлі мәселелерді қарап отырды. Орталық сайлау комиссиясында қазір кезекті отырыс өтіп жатыр. Оған комиссия мүшелері ғана емес, прокуратура, ішкі істер, қаржы министрліктерінің өкілдері, сондай-ақ партия мүшелері қатысып жатыр. Ал күн тәртібінде екі мәселе: бірі телевизиялық пікірсайыс ережелерін бекіту, екіншісі халықаралық байқаушыларды тіркеу. Осы екі мәселеге кезек-кезек тоқталайық. Телевизиялық пікірсайыс 16 наурыз күні отандық телеарнаның бірінде өтеді. Ол 3 раундтан тұрады. Алғашқыда қатысушылар партияны таныстырады, екінші кезеңде кандидаттар бір-біріне сұрақ қояды. Үшінші турда сайлаушыларға үндеу жасау. Ол үшін 2 минут беріледі. Ал саяси науқанның ашық әрі әділ өтуіне атсалысу үшін шетелдерден және ТМД, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық, Шанхай ынтымақтастығы секілді халықаралық ұйымдардан 700-ден астам байқаушы келді. Сайлау комиссиясының отырыстарына қатысып, дауыс беру учаскелерін аралауға кірісіп кеткен олар елде жүргізілген саяси реформалардың әсері бірден байқалғанын айтады. В Казахстане у нас уже 17-е. Тәуелсіз мемлекеттер достастығының байқаушылары Қазақстандағы сайлау процесіне 17-ші рет қатысып жатыр. Жеке өзім 15-ші мәрте келіп саяси науқандарыңыздың әділ өтуі үшін жұмыс істедім. Бұл жолы сайлаудың ерекше екені бірден байқалды. Партиялар арасында бәсекелестік артқан. Оның үстіне тек партиялар емес, өзін-өзі ұсынғандар да үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл сайлау өткізудегі оң өзгерістер деп айтқым келеді. Саяси науқан бәсекеге толы. Өйткені партиялар саны артып қана қоймай, мәжіліс, мәслихат депутаты болғысы келетіндер өзін-өзі ұсынғанын айттық. Сәйкесінше бюллетен саны көп болады. Бірінші, көгілдір түсті дауыс беру парақшасы. Онда жеребеде нақтыланған тәртіппен саяси партиялардың атауы және бәріне қарсымын бағаны көрсетіледі. Екіншісі, жасыл түсті бюллетен. Онда бір мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша сайланатын парламент мәжілісі депутаттығына кандидаттардың тізімі болады. Үміткерлердің аты жөні әліпби тәртібімен орналастырылады. Үшіншісі, қызыл күрең сайлау парақшасы. Мұнда облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың мәслихаттары депутаттығына түсетін партиялар тізімі және бәріне қарсымын бағаны көрсетіледі. Төртіншісі, қызғылт сары түсті бюллетен. Ол бір мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша сайланатын мәслихат депутаттығына кандидаттар тізімі мен бәріне қарсымын пункті бар парақша. Бесіншісі, сұр түсті сайлау парақшасы. Ол тек облыстық маңызы бар қалалар мен аудан тұрғындарына беріледі. Бюллетенде жергілікті мәслихат депутаттығына кандидаттар тізімі мен бәріне қарсымын бағанасы бар. Яғни облыстық және республикалық маңызы бар қала тұрғындарына 4 бюллетеннен, ал облыс орталығы мен аудан сайлаушыларына 5 бюллетеннен беріледі. Бұл жолы сайлау парақшаларының көлемі өзгерді. А5 форматында болады. Қазір үгіт-насихат науқаны әлі жүріп жатыр. Орталық сайлау комиссиясы бас прокуратура мен ішкі істер министрлігімен бірігіп, оның заңға сай өтуінде қадағалап отыр. Осы уақытқа дейін партиялар мен кандидаттар тарапынан 18 заң бұзушылық болған. Барлығына әкімшілік жаза қолданылды. Тіркелген заң бұзушылықтар бойынша мәлімет беріліп отырады. Бас прокуратураға түскен өтініштер бойынша орталық сайлау комиссиясына және жергілікті аумақтық комиссияларға түскен өтініштер бойынша жергілікті жерлерде де ақпаратпен алмасып отырады. Мәжіліс пен мәслихат депутаттарының сайлауына 12 миллионнан астам адам қатысып, дауыс беруге құқылы. Барлығы 10.223 сайлау учаскесі ашылады. Оның 77-сі шетелдерде орналасқан. Ал бір ғана Астанада 339 сайлау учаскесі бар. Бұл 58-ші сайлау пункті. Мұнда дауыс беруге арналған кабиналар, баннерлер қойылып, қызу дайындық жүріп жатыр. Сайлаушылар өз дауыс беру учаскесін saylao.gov.kz, egov.kz, телеграм-бот арқылы және айкөмек немесе 109 кол орталығына хабарласып біле алады.
Айта кетерлігі, бұған дейінгі сайлауларда кол орталық қызметкерлері жөнді мәлімет бермей түсінбеушіліктер болған. Орталық сайлау комиссиясы бұл жолы ондай олқылықтардың алдын алған. Әкімдіктерге айтарымыз әлде уақыт бар. Кол орталық қызметтерін үйрету керек болса үйретіңіздер. Қосымша қызметкерлерді тартыңыздар. Өйткені бұл жылғы саяси науқан оңай болайын деп тұрған жоқ. Мәжіліске де барлық деңгейдегі мәслихаттарға да кандидаттар өте көп. Сондықтан сұрақтар да көп болады. Оған уақытылы нақты жауап беру қажет. Бұдан бөлек сайлаушыларға өз дауыс беру учаскесі жайлы SMS хабарлама да жіберіледі. Сондықтан орталық сайлау комиссиясы электоратты қалыс қалмай таңдау жасауға шақырады. Өйткені ел болашағына қатысты маңызды күнде әркімнің дауысы маңызды.